Сәлем достар, Family YouTube каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз Горький парк жаққа келіп, Саябағына, е? Саябағына екінші айналымға келіп. Қандай? Тәуекел. Тәуекел додасына, е? Иә. Екінші айналымға өттік. Енді егерде біз бүгін өтетін болсақ, үшінші айналым, өзі 5 айналымнан тұрады. Үшінші айналымға өтеміз. Қараңыздаршы. Керемет парк, е? Саябақ. Қазақша сөйлейік, саябағы. Алматы қаласында. Ауа райы да әдемі, жылы болып тұр. Күз айы болғанымен күздің соңғы айы, е? Иә. Күздің соңғы айы бүгін 10, ал 20 әлде 21 күннен кейін қыс басталады. Білім алаңына келдік. Әлен бақылауда. Бізде бірінші участниктер, енді біз қатысушылар, бірінші қатысушылар, біздер екінші болып шығамыз. Тұра тұрыңыз, стоп, тұра тұрыңыз. Әлен қарап тұр. Қазір бізді шақырады. Бірінші айналымнан екінші орында тұрмыз, е, балам? 15 ұпай. Доптарды керемет ойын болды. Наның үстіне қойып, жәшікке саламыз. Бізде 2 доп болды, е, балам? Қазір екінші айналым, екінші ойынға кезек келді. Біз мынандай жүптен шайын деп жатырық. Мынаның секреті бар ма? Қалай шықса болады? Мына бір баспалдақты құрап, міне құрап, содан мына жүппен жоғары шығып, Әленнің қолына доп лақтырып, допты мына жерге тигізу керек екен. 2 әйел адам қорқып тұрмыз. Қалай шықсақ екен деп. Ата-аналардан 2 мама тұрмыз. Ер адамдарды кейін жеңілдеу шығар. Я, балам? Қалай? Жеңетін сияқтымыз, а? 5 балды алу өте қиын сияқты. Ана жақта дорба тұрады екен. Камеру, вот так вот не берем. Надо шығамыз қазір. Наны құрастырамыз. Үшінші айналым. Предпоследний. Кетсе қайтамыз. Менен жоғары шығу керек. Ер адамның өзі шығамайды. Білмеймін, сайып шығамыз. Мына ойыннан 5 ақпал алдық. Арқаннан шалмадық. Өте қиын екен. Янкір. Өте қиын екен әйел адамға. Енді қазір соңғы кезең. Әлендерге түсіндіріп жатыр. Біздікі. Соңғы ұпай. Ой, соңғы айналым. Достар, күшті ойын болды. Мен 3-ші айналымға жеттім. Ура! Біз енді 3-ші айналымда кездесеміз.
Алла қаласа біз жеңіске жетуге барынша тырысамыз, иә? Тағы 2 айналым болды. Енді 2 айналымнан өту керекпіз, иә? Ал біз бүгінше үйге қайтамыз. Бәріне сау болыңыздар. Әленнің қарны ашып қалды. Біз енді